Сәлем баршаңызға достар. Сіңілісінің арын сатқан қыз атты әңгіме жариялануда. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Маржан мен Сандуғаш екеуі кішкентай кездерінен бері бірге ойнап күліп өсіп келе жатыр. Сандуғаш Маржаннан 2 жасқа кіші болса да, ерте есейіп, әрі ақылды, саналы қыз болғандықтан өз жасынан үлкендермен араласып жүреді. Сыныптастармен емес, көбіне ұстаздармен ересек адамдай қарым-қатынаста жүреді. Маржан болса азда беркелігі бар, жеңіл жүрісті қыз. Оның бұл жүрісіне отбасындағы жағдайдың да әсері болса керекті. Басқан қадамын аңдып, белгілі бір шекарадан шықпауын қадағалап, ұрсатын жерде ұрсып алатын әкесі мен ағасы өзге қалада, вахтада жұмыс істейді. Анасы да күн көріс қамымен таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Кейде түнгі ауысымда жұмыс істейтін кезі де болады. Бәрі де Маржанның ағасы Шыңғысты үйлендіру үшін тынбай жұмыс істеп қаржы жинауда. Сол себептен де Маржан қаржы жағынан қиналып қалағанның бәріне қол жеткізе алмай күйзеліске түсіп жүр. Маржан мен Сандуғаш аталас туысқан болып келеді. Әке-шешелері жиын тойда бас қосқанда ғана жүздеспесе, арнайы бірін-бірі іздеп араласқан емес. Анасы түнгі ауысымда түскен кезде үйде жалғыз қалудан қорыққан Маржан құрбысын үйіне түнеуге шақырып алушы еді. Анашым, Маржанның анасы түнгі кезекте екен. Мені үйіне қонуға шақырып жатыр. Қызым, сол қыз маған ұнамай жүр. Оның үстіне ауылда ол жайлы түрлі қауесек тарауда. Бүкіл жігіт атаулы аңға шыққан аңшыдай соның үйінің маңын торуылдап жүреді деп естіп жатырмын. Ол қорқады ғой. Қорықса үйге келіп қонсын, әкең мен ағаңнан сен үшін сөгіс естігім келмейді. Бармайсың дедім, бітті. Маржан, анам жібермей жатыр. Сені біздің үйге келсін дейді. Жаным-ау, сенің кішкентай інің мен сіңілің сабақ оқуға мұрша бермейді ғой. Телефонды жеңгеме берші. Қазір анашым сізбен Маржан сөйлесемін дейді. Тағы қандай желеу айтасыңдар? Берші, кәні не айтар екен? Сәлеметсіз бе, жеңге, қалайсыз? Жақсы қызым, өзің қалайсың? Егер қорықсаң біздің үйге келіп қонақ бол. Бізде саған бөтен емеспіз ғой. Білемін ғой, бірақ ертең мектепте іс-шара болады, бітіруші сынып екенімді білесіз. Тапсыратын емтихандарым өте көп. Соған дайындық жасауым керек еді. Сіздің үйде кішкентайлар әбден жылап сіздің жүйкеңізді жұқартып, менің кесірімнен жазықсыз балалар сізден таяқ жегеніне төзе алмаймын. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өтініш осы жолы жіберіңізші. Келесіде сіздің үйге қонамын. Жарайды, қалайда көндірудің амалын табасың ғой. Бірақ ескертем, көшеге шығып ырбыңдап жүргендеріңді естімейтін болайын. Жоға, оныңыз не? Оны қайдан шығардыңыз? Маған сенбейсіз бе? Мендан бірер жасқа болса да үлкен әпкесі емеспін бе? Жарайды жаным. Қазір жіберемін. Индира қызы үйден шығып кеткенше ақылын айтып ұрсудан жалыққан жоқ. Қызым, туыс болған соң анасынан ұялғаннан ғана жіберіп отырмын. Мен сенің онымен жақын құрбы болғаныңды қаламаймын. Анашым, маған сенбейсіз бе? Саған сенгенім, мен оған сенбеймін. Қазанға жақын жүрсең қарасы жұғар деген сөз бар. Оның жанында жүріп жаман атқа ие болып болашағына кері әсері болады ма деп қорқамын. Анашым, ол соншалықты жаман қыз емес қой. Жұрт айтса бекер айтпайды. Тұра тұр, сені жалғыз жібермеймін. Анашым, мен жас бала еспін ғой. Жасым болса 16-да. Сәл күнде мектепті бітіріп басқа қалаға оқуға кетсем қайтесіз? Өзім жетіп аламын. Жоқ, ол мүлде басқа мәселе. Сені басқа қалаға кім оқуға жібергелі жатыр? Әкең менің мойнымды жұлып алады. Інің Мақсат сенімен бірге барады. Ол да дайындалып отыр. Анашым, мен дайынмын. Мақсат, балам әпкеңе көз салып жүр. Көшеге аттап шықпасын. Жарайды анашым. Әке, кеттік бе? Сандуғаш анасының бұл қылығына өкпелеп қабағы бұртиып үйден шығып кетті. Өйткені осы бауырымен сіңілісіне қарап, жуындырып, сабақтарын оқытып шаршаған, жалыққан қыз Маржанның үйіне осы себептен қашқақтап аздап миын тынықтырғысы келген. Бірақ анасы бір сөмке кітап дәптерді арқалаған Мақсатты қоса жіберді. Сандуғаштың қасына інісін ертіп келгенін көрген Маржанның қабағы түйіліп, ашулана құрбысымен амандасты. Түріне қарасаң, мынаны неге ертіп келдің деп айта алмай тұрғанын бірден аңғаруға болады.
Санду, ініңді неге ертіп жүрсің? Оның сабақ оқуына көмектесуің керек. Мен болмасам анам үй шаруасын жасап бұларға қарауға мұршасы болмайды. Мақсат, сөмкеңді ашып кітаптарыңды ал. Үй тапсырмасын орындаймыз. Сендер отыра беріңдер. Мен қазір келемін. Сандуғаш анасының Маржанға сенбейтінін, сол себептен де інісін қосып жібергенін Маржанға айтқан жоқ. Негізі мінезі сондай тамаша жан. Біреудің ісін, айтқан сөзін екінші адамға жеткізгенді мүлдем қаламайды. Өзгенің өміріне мұрнын тыққысы келмейді. Мінезі сондай көркем жан. Бірақ кіші болғанына қарамастан Маржанның ісіне наразы болып, ақыл айтып жөнге салатын кездері де болады. Әпкесі мен інісі екеуі сабақ орындап отырғанда Маржан душ қабылдап қысқа белдемше, кіндігі ашық жейде киіп, шашын әрлеп, бетін бояп айна алдында бір сағат өзімен өзі арпалысты. Санду, болдың ба? Жоқ, әлі біткен жоқпыз. Бір жаққа барасың ба? Дүкенге барып қайтайықшы. Үйде нан бітіп қалыпты. Өзің барып қайта берсеңші. Әпке, мен де шаршап кеттім. Осы жазғанымда жетер. Көшедегі балалармен біраз ойнап қайтайыншы. Әне, көрдің бе? Ол әлі кіп-кішкентай бала емес пе? Ал сен оған бір том кітап оқытып отырсың. Баланың балалығын ұрлап тұрғаныңды білесің бе? Бала болып доп қуалап ойнамаса, балалық шақтың несі қызық? Жалғасы бар, 1-ші бөлімнің соңы. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар.